сүзбемді жеп қойыңызшы. Жақсы идея. Сен білесің ба, сүзбенің құрамында натрий бар екенін? Білмеппін. Шынымен бар ма не? Әрине бар. Натрий сүзбелерде тұз ретінде қолданылады. Өздерің білетіндей, сүзбеге тұзды қарапайым түрде қоса алмаймыз. Натрийдің азық-түліктегі осындай бір пайдасы бар. Мысалға, жаңа Әлішер шамамен 100 грамм торт жеп отырды. Бұл 100 граммда шамамен 300 миллиграмм натрий бар. Натрий тұзда осындай химиялық формулада қолданылады. Азық-түлікте көп пайдаланылады. Өзіміз тамаққа қосатын тұзда шамамен 100 граммда 38.758 миллиграмм натрий бар. Адам организмін шірінді бактерияларды қорғайды және тамаққа тұзды дәм қосады. Әлем бойынша тұз сорттары өте көп. Расылан, жақында қағазда натрий бар екенін естіген, қандай қағаз екенін білмей отырып көмектесе аласың ба? Жарайды. Әлішер, сен бұны жай қағаз деп ойлаққама, бұл натрий бизонаты бар қағаз. Немесе бұл авиацияда ұшақтардың алюминий бөлшектерін қорғау мақсатында қолданылады. Және осы қағаздардың материалдары өте қатты келеді. Және ол натрий бизонаты ракетада да қолданылады. Ракета ұшқан кезде ыстықтай дауыс шығаратын осы натрий бизонаты. Сіздер осы сабында натрий бар екенін білмеген шығарсыздар, енді білетін боласыздар. Осы жерде натрий сабында қандай функция атқарады деген сұрақ туады. Мен осы сұраққа жауап беруге тырысамын. Натрий сабында осы формамен қолданылады, немесе натриятта. Сабын негізінен глицерин мен натрияттаның химикалық реакциясынан жасалады. Сабында хош иісі мен жақындылығын осыдан сезуге болады. Ұлпан, немесе орыстар айтуынша пудра. Әйелдер косметикасына натрий кездеседі екен, өте қызықты. Бұл осындай формада келеді, немесе силикат натрий. Өздеріңіз білетіндей, ұлпа ұнтақталмайды. Бұл силикат натрий арқасында адамның қолдануға ыңғайлы болсын деп жасалған. Және де әйелдер косметикасының басқа сфераларында да силикат натрий қолданылады. Бірақ ғалымдардың айтуынша силикат натрийдің зиян жақтары да бар. Адам денесі натрий адам денесіне өте қажет. Адамның су-тұзсыз балансын сақтауында өмірлік маңызы бар бүйрек бұлшық қызметтерінің